үлкендерді сыйлап өскен қазақпыз. Қарияларды қазынамыз деп үйреген. Ананы сүйген, ананы құрметтеген адамбыз. Ананың ақ сүтінен артық еш нәрсе жоқ. Сонда кейбір жастар осы күні мен бармайтын жерім жоқ қой, бәрін аралап жүремін. Қарттар үйінде қазақтың қариялар болмаушы еді бұрын, менің жастау кезімде. Басқалардікі болушы еді. Қазір барсам, қазақтың да қариялары сол жерде. Амалсыздан жанына отырамын да, әңгімелесем де сұраймын. Балаларыңыз бар ма деген кезде айтады, қайтесің қарағым, сұрап қойын. Айтпай-ақ қой. Бәрі түсінікті, кете бересің. Сол кезде ішің ашиды әрине. Анаға, әкеге жасаған жақсылық та, жаманшылық та өз балаларының алдынан шығады. Әр уақытта ойлаңдар. Оларға бірдемені бөліп берудің керегі жоқ. Жалақылардың жарысына апарып берудің қажеті жоқ. 5 минут жанында отырып, мойнынан құшақтап, папа, мама десең, ата десең, соның өзі керек. Оларға басқасының бәрі керек жоқ. Бір айтарым осы еді сендерге.